Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсыз ба? Көңіл күйлерің қалай балалар? Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгін бізде ерекше күн болмақ. Себебі біз сырларға зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Балалар, бізге ол үшін алдымен нелер қажет? Көрейікші. Сырлар, әртүрлі сырлар қажет. Сосын су қажет. Сосын сүт қажет. Сосын сулықтар қажет екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, айтышы, судың түсі қандай? Мөлдір ме? Иә. Судың түсі мөлдір екен. Ал олай болса, қанеке балалар, алдымыздағы сырды алып, алдымыздағы қақпақтарға жағайық. Жақындатып ала қойыңдар. Қақпаққа жағамыз. Мен ыдыстарға су құяйын. Енді жақ болған болсаңдар, балалар, қанекей ыдыстың қақпағын жабайық. Мұқият жабамыз балалар. Ал енді балалар, біздің ыдыстағы суымыздың түсі ол мөлдір. Ал енді біз осы суды араластыру, суды араластыру арқылы біз суымыздың түсін өзгертетін боламыз. Қанекей, шайқайықшы. Жарайсың. Шайқа. Жарайсың, өте жақсы. Ал қамса айта қойшы, сен араластырған түстен қандай түс шықты? Жасыл, сары, қызыл, көк. Медина, сен араластырған түстен қандай шықты? Қандай түс? Қызыл, сосын көк түс шықты. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Қанеке балалар, қолдарыңды сүрте қойыңдар. Ал енді балалар, біз екінші тәжірибемізді жүргіземіз. Сендердің сулықтарыңды алайық. Ал екінші тәжірибемізге балалар бізге үлкен ыдыс қажет. Сосын бізге сүт қажет. Сосын балалар бізге мінекей фломастер мен зымыран қажет екен. Алдымызға қойып қояйық. Балалар, қамса айтшы, сүттің түсі қандай? Ақ. Түсі ақ екен. Ал олай болса балалар, біз жаңа судың түсін өзгерттік. Енді сүттің түсін өзгерттік. Қанекей, қолыңыздағы зымырандарыңызды көрсетіңізші. Зымырандарыңызды көрсет. Жарайсыңдар. Ал енді қанекей бастаймыз. Зымыранымызды нүктелер арқылы бояймыз. Мен ыдысқа сүт құяйын. Медина, сен шапшаңдықпен істе, қанеке. Қанеке, болдық па? Мен Мединаға кесіп жіберейін. Ал енді балалар, зымыранымыз дайын болса, сүтімізге саламыз. Болды Медина, қоямыз. Зымыранымызды аламыз, сүтімізге салайық. Хамза, сен салған зымыраннан қандай түс шықты? Көк. Ал Медина, сен салған зымыраннан қандай түс шықты? Пензді. Жасыл түс шықты. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Балалар, сіздерге тәжірибе жұмысымыз ұнады ма? Иә. Жарайсыңдар, өте жақсы балалар. Жақсы атсалысыңдар.